баршаға танымал жеті қарақшы шоқ жұлдызы. Қараңдар. Фу, Джейд. Тору оны көтермелеме. Ай-ай, мұны міндетті түрде камераға түсіру керек болды ма? Жұлдыздардың орналасуы қазір теріс энергия үшін ең қолайлы сәт екендігін көрсетеді. Энергия. Шенжудің ұлын ешқандай түрме ұстап отыра алмайды. Болды, Драго, сен ешқайда бармайсың. Дәл Шенжу әкең сияқты. Мен ол кәрі Гекконың түрмеден қашқаны жөнінде бірдеңе дедім бе? Мен жалғыз өзім кетем. Драго Блэктің тыңшыларын өртеп жіберді. Оның көңілін аулау керек. Ей, ыстықпас. Мен ұмытып қалған жоқсың ба? Мен барда ешкім түрмеден босатылу құрметіне ие болмайды. Драго. Міне осылай. Джейд. Сен бұл үшін сазайыңды тартасың. Джейд. Джеки Чанның бастан кешкендері. Джейд. Сен дәл Тарзан сияқты екенсің. Бұл жерден қашайық. Оңайлықпен құтыла алмайсыңдар. Мен сендерді өртеп жіберем. Егер Драгоның Шенжуге көмектескісі келмесе, не көздеді? Мүмкін бостандыққа шыққысы келетін шығар. Ши жоқ жұлдыздың орналасуы бізге бұл мәселенің жауабын көрсетеді. Иә, бірақ ол жауапты менің кітап сөрелерімнен де іздеуге болады. Зерттеу жұмыстарымен айналысуымыз керек. Менің тыңшыларым шығанақтың түпкір-түпкірін тінтіп жатыр. Драго алысқа кете алмайды. Оның ешқандай мүмкіндігі жоқ. Сонымен Блэк, маған жүктейтін тапсырмаң қандай? Тапсырманы